Саламатсыздар ма, балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы спорттың адам өміріне пайдасы. Мәтіндегі сөйлемдердің орын тәртібі. Сабағымыздың мақсатына сәйкес меңгеретіндерің мәтінде көтерілген мәселеге автор мен оқырманның қарым-қатынасын ескере отырып сұрақтар құрастыру. Мәтіндегі сөйлемдердің орын тәртібі. Қазақ тілінің синтаксистік мүмкіндіктерін дұрыс пайдаланып, әртүрлі ойға сәйкес етіп алуан түрлі сөйлемдер құрай білу тіл шеберлігін қажет етеді. Адамның басқаға хабарлайтын пікірі, жеке сөздермен шектелмей, ұласа айтылған сөйлемдер қатарымен тиянақталып тұрады. Сондықтан сөйлемдер арасы өзара дұрыс құрылуы тиіс. Сонда ғана тыңдарман не оқырман сөйлеушінің не жазушының ойын түсініп, не айтпақ болғанын ұғады. Міне кестеде қате қолданыс және дұрыс қолданыс берілген. Қате қолданысты оқып шығамын. Жас кезінен асық атып, атқа мініп, теңге іліп, бәйгеге шауып, күреске түсіп өскен ата-бабамыздың шымырда шыныққан, епті де икемді болғанын білеміз. Бұған дәлел қазақтың спорттық ойындары. Қазақ халқы ерте кезден бала тәрбиесіне, баланың ақыл ойының, дене бітімінің дұрыс қалыптасуына ерекше көңіл бөліп отырған. Ендігі дұрыс қолданысты тыңдаймыз. Қазақ халқы ерте кезден бала тәрбиесіне, баланың ақыл ойының, дене бітімінің дұрыс қалыптасуына ерекше көңіл бөліп отырған. Бұған дәлел қазақтың спорттық ойындары. Жас кезінен асық атып, атқа мініп, теңге іліп, бәйгеге шауып, күреске түсіп өскен ата-бабамыздың шымырда шыныққан, епті де икемді болғанын білеміз. Оқылым бөлімі. Мәтінді оқып, тақырыбын, стилін, мәтін түрін анықтайсыңдар. Мәтінді оқимын. Менімен бірге қосылып оқып отырыңдар. Саламатты өмір салтын ұстанып, түрлі аурудың алдын алуға болатынын білеміз бе? Ауыр күйзеліске ұшыраған Клэр есімді арудың қиындықты қалай жеңгені туралы ғаламтор желісінде жарияланған еді. Ол емдеу курсынан толық өткен соң өзінің өмірін түбегейлі өзгертуге бел буады. Клэр өмір бойы дәрінің күшімен жүрген. Оған дофамин мен серотонин жетіспеді. Өрімдей қыз бұл дерттің алдын алатын басқа амалдарды қарастыра бастайды. Бірде әйгілі Гиппократтың күйзеліс жайлы жазбаларын оқиды. Гиппократ депрессиядан құтылу үшін жүзумен айналысуды, күн сайын жүгіруді, жалпы спортпен шұғылдануды әдетке айналдыру керектігін жазған. Спорт көңіл күйді көтеріп, өзіңді көңілді сезінуге көмектеседі. Өйткені жаттығу барысында эндорфин гормоны көптеп бөлінеді. Оны бақыт гормоны деп те атайды. Ол адам жанын тыныштандырып, рахаттандырады. Жүгіру мен жүзуде өте пайдалы. Спортпен шұғылданатын адамдар өзінің денесін жақсы көре бастайды. Денсаулығына мән береді. Сонымен қатар терең тыныс алуды да үйренеді. Терең тыныс алу кезінде сіз күйзелісті есіңізге де алмайсыз. Міне, осындай күнделікті жаттығудың арқасында Клэр өзінің ауруымен мәңгілікке қош айтысты. Қазір Клэр спортты өмірлік серігіне айналдырып, ауруын ұмытқан. Мұндай жағдай бәріміздің де басымызда тууы мүмкін. Сондықтан спортпен айналысып, саламатты өмір салтын ұстанған жөн. Не балалар, мәтінді оқып шықтық. Енді осы мәтін бойынша тапсырмаларды орындаймыз. Бірінші тапсырма.
Сұрақтарға жауап беріп, өз ойларыңмен бөлісіңдер. Бірінші сұрақ. Спорт көңіл күйді көтеріп, өз өзіңді көңілді сезінуге көмектеседі деген пікірмен келісесіңдер ме? Екінші, күйзелісті жоюға әсер ететін қарапайым жаттығулар бар екенін білесіңдер ме? Екінші тапсырма. Мәтінді оқып, мәтінді зерттеу жүргізіңдер. Мәтіннен негізгі ойды табыңдар. Мәтінде қандай тосын ой кездесті? Мәтіннен шығатын өмірлік қағида қандай? Бұрыннан таныс және таныс емес ақпараттарды белгілеңдер. Үшінші тапсырма. Синтаксистік норманы сақтай отырып, мәтінді редакциялаңдар. Яғни балалар, басында сіздерге қате қолданыс пен дұрыс қолданысты кесте бойынша көрсетіп кеттім. Бұл тапсырмада сөйлемдердің орындарын ауыстырып, дұрысын жазасыңдар. Оқып шығамын. Сондықтан құтқарушылар ел қауіпсіздігі жолында тәуекелге бел буа еңбек ету кәсіби әрі адамдық парызымыз деп санайды. Қалалық төтенше жағдайлар басқармасының аға инженері тамыр соғысын тексеріп едім, соғып тұр екен. Содан тез далаға алып шықтым. Өкпесін сүзгілеп түтінді шығарды. Осы әрекеттерді 7-8 минуттай жасадым. Бір уақытта әлгі адамның тыныс алуы қалпына келді. Кәсіби өрт сөндірушілер мен құтқарушылар үшін жинақылық пен ширақтық аса қажет мінездер. Оқыс оқиға кезінде адам өмірін сақтау үшін әрбір секунд санаулы, әр минут қымбат. Төртінші тапсырма. Мәтіндегі тыныс белгілерін емлеге сай қойып шығасыңдар. Үй жұмысы. Бесінші тапсырма. Өз өміріңді сақтау, өзіңе деген жауапкершілік тақырыбында дискуссивті эссе жазыңдар. Сабақтың дескрипторлары мен тапсырмаларын таныстырып шығамын. Ережені түсініп қолдана біледі, 10 балл. Мәтінді оқып мазмұнын айта алады, 10 балл. Тақырыбын, стилін, мәтін түрін анықтайды. Бірінші тапсырма. Сұрақтарға толығымен жауап береді, өз ойын жеткізе алады, 10 балл. Екінші тапсырма. Мәтіндік зерттеу жүргізеді, 10 балл. Үшінші тапсырма. Мәтіндегі сөйлемдерді орын тәртібі арқылы орналастырады, 20 балл. Төртінші тапсырма. Мәтіндегі тыныс белгілерін емлеге сай қойып шығады, 20 балл. Бесінші тапсырма. Өз өміріңді сақтау, өзіңе деген жауапкершілік тақырыбында эссе жазады. Міне балалар, сабағымыз аяқталды. Сәттілік тілеймін. Сау болыңыздар.